Ассалаумағалейкум достар. Қалдарыңыз қалай? Мен есімім Бекзат Мұстафин. Осы YouTube каналда Каспийға видео салып жатырмын тегін. Каспий магазинге қалай кіру керек, қалай сауда жасау керек. Алдыңғы видеоларыңызда білсеңіздер, Каспий магазинге қалай товар салу керегін көрсеткем. Қазір Каспий магазинді жауып тастаудың қаупі, қалай заказдар жақсы түсетінін көрсететін боламыз. Олай болса, Каспий магазинге кірейік. Міне Каспий кабинет продаться кіреміз. Google арқылы кірдік. Телефонмен кіреді, біреулер email-мен кіреді. Біз email-мен кірейік. Почтамен кіреміз біз. Ары қарай мына жерде новыйды заказдар көрініп тұрады сіздерге. Ол заказдар қабылдағаннан кейін кейбірде на подписки деген жерде тұрады, мына жерде. Бұл жерде не үшін тұрады? Сіз заказ қабылдағаннан кейін клиенттің Каспий клиентке одобрение бермейді. Ол да мүмкін бір кредиттері бар, или тағы да бір нәрселері. Сол үшін Каспий оған ойланып тұрады, загрузкада тұрады. Ол бір күн немесе бір жарым күннің ішінде болады. Егер заказ қабылданса, мына жердің біреуіне кетеді. Егер қабылданбаса, ол отмена болады. Ары қарай самовызов деген, сіз өзіңіздің магазинде бар товарларды қоясыз. Ол келіп алып кете алады. Сол кезде осы жерде тұрады самовызов деген. Ол өзі келіп алып кету керек сізден. Доставка деген сіздің қалаңызда, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, қай қаладасыз, өзіңіздің қалаңыздан алып кетеді осы заттарды. Ал мынадан сіз Алматыда болсаңыз басқа қалаларға жібере аласыз, Атырауда болсаңыз наоборот Алматыға жібере аласыз, сол сияқты. Мынау қабылдағаннан кейін комплектацияға келеді. Одан кейін ожидание передачи курьер. Бұл жерде наклонной шығарасыз. Міне былай. Наклонной шығарасыз, білесіз, оның сосын затқа орап саласыз. Переданы курьерға заказ орағаннан кейін келеді. Ожидание курьер деген бұл сіздің возврат келген товарларыңыз. Ожидание решение по возврату деген, мысалы сіз возврат істейсіз, ұнамайған клиент возврат істесе, сіз істеу керексіз, клиент возврат істе деп айтады. Сол кезде ол клиенттің товары сізге келеді, и сіз мына жақтан возврат принять деп басасыз. Сол кезде сізге мына жаққа кодты жазу керек. Сол кезде ана клиентке ақшасы қайтып түседі. Архивта өткен товарларды көре аласыз. Мына жақта артқа қарай жылжысаңыз, мынандай 1, мына жаққа бүгін 12 істесеңіз, алдағы айда өткен товарлардың міне осылай шығады барлығы. Міне бір айдың ішінде бізде 309 товар өтіпті. Осылай көре аласыздар. 12 күннің ішінде 309 товар өтті. Міне осылай көре аласыздар. Так, управление товарымен дегенде, бұл сіздің өзіңіздің қойған товарларыңыз. Ары қарай товар сала аласыз. Болашақ алдағы видеоларда көрсетеміз қалай товар салу керегін. Сол жерде, мына жерде тұрады, новый товар саласыз. Сіз өзіңіз ойлап тауып, ақ фон істеп, оның бәрін көрсететін боламыз. Сол кезде осы жерге шығатын болады. Бұлар қазір керек емес сіздерге. Контроль качества деген осы өте маңызды. Сіздің рейтингіңіз егер 3-тен төмен түсіп кетсе, Каспий магазиніңізді жауып тастауы мүмкін уақытша. Бұны түсірмеу үшін сіз мынандай отзывтар жақсы, сервис магазин досан понравился дегенде. Осындай отзывтарды өте көп алу керек. Мысалға заказ қалай көп түседі басқаларға, соны көрсетейін сіздерге. Міне, мысалға қазір мына жерде автомаркет бірінші тұрақ. Бұған түсу пайызы бір 70%. Екінші көрсек for cars деп тұр мынау. Үшінші 67-30. Қарайды, бағаға бәрібір де оларға самый главный отзывтар жақсы болса болды. Біреулер мысалы 1500-2000 теңгеге разница жоқ, жақсысын ала береді. Мынада 67 отзыв тұрды, мынаған кіреді ішіне. Қалай бұлар обслужить етіп ода клиенттерді соған қарайды. Хороший, вежливый, сатушы рахмет, очень заказ понравился,
профессиональный своего дела дейді, күшті отзывтар жазды, осыған заказ береді. Мысалы сізде жақсы отзыв жазып, жақсы магазинде заказ бергіңіз келеді, сол сияқты клиенттер көбінесе сондайда қарайды. 70%, 30%, 50% примерно. 30% қойын шамамен. Ал көп жағдайда мынандай бірінші тұрғанға қарайды негізі, бірінші тұрғанға. Сол үшін отзыв ол нәрсе. Егер еще отзывыңыз күшті болса, сізден алу пайызы көп болады. Ары қарай пользовательге бір адамды қоса аласың. Настройкаңыз оны алдында көрсетеміз сіздерге. Сол үшін міне егер сосын Каспи магазин жабылып қалатын тағы бір себептері, осы заказды қабылдамағаннан кейін, вовремя қабылдамасаңыз тоже жабылып қалады. И клиенттерден осындай нашар отзывтар алып отырсаңыздар, мынандай 4-3-те 6-ға түсіп кетсе, сіздің Каспи магазиніңізді жауып тастайды. Міне рейтинг көріңіз, бұл бәрі белгіленіп отырады, қарап отырады. Сол үшін осыны түсіріп алмаңыздар, рейтингіңіздерді, заказдарды уақытылы қарап отыру керек. Клиенттермен жақсы сөйлесу керек, вежливо. Осылай міне достар. Болған мен Бекзат Мұстафин. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар. Келесі видеода түсіретініміз Каспи Pay туралы түсіретін боламыз. Оны күтіңіздер. Келесі видеода кездескенше ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.